Бурабайдың тек табиғатын көріп шаршадыңыз ба? Оның 1000 жылдық құпиясы мен рухани тамырын сезінетін уақыт жетті деген жарнаманы оқып, бірден ұйымдастырушыларға тіркеліп қойдым да, Гүлбағда апаймен хабарласып, бірге баратын болып шештік. Сонымен Алқа әдеби-мәдени клубының 16 май күні ұйымдастырған бір күндік этнотурға таңертең ерте Әзірет Сұлтан мешітінің жанына жиналдық. Бағдарлама бойынша алғашқы тоқтаған жеріміз Шортанды қаласында орналасқан көрнекті этнограф, ғалым, профессор Жамбыл Омарұлы Артықбаевтың жеке меншік мұражайы болды. Ауладан кіре бергенде шайхана дүңгіршіктері орналасқан. Одан әріде алты қанатты жабдықталған киіз үй тігулі тұр. Бізді профессордың өзі қарсы алып, екі топқа бөлініп, бірі мұражай жәдігерлермен танысып болғанша, екінші топ шай ішіп алуымызды сұрады. Жәдігерлер ауладан басталады екен. Ұста көрігі, өгіз соқа, жада, қасақ етсіз отыра ма, ет сақтайтын шошала, қоржыны, тағы да басқа көптеген жәдігерлер. Мұражай 2 қабатты. Бірінші қабатында ерекше есте қалған Қарқани дәуірінің алтын орда және қазақ хандарының теңгелері болды. Бұрындары сауда бір зат бір қой, немесе бір зат 2 қой болып, қой арқылы жасалған ғой. Соны профессор Жамбыл ағаның ағылшынның койын ақша сөзін біздің сол қой саудасымен ұштастырғаны, сосын ағылшындар сиырды кәу дейтіні, ал біздің сиырды кәу деп немесе әукім деп шақыратынымызды үйлестіріп қойғаны тіпті қызықты болып кетті. Қоңырат деген ел бар деді. Қоңыраттың атасы Нағанай би Хорезмді билеп тұрған. Соның кесенесі құлап қалған екен. Айналасында жүрсем, жасыл зат көрінеді. Қазып алсам осы шырағдан деп көне шырағданның тарихын айтып берді. Шортан көлінің жағасынан табылған ғұн ханшайымның мүсіні 2000 жыл бұрын осы өңірді билеп тұрған ханшайым екен. Бүкіл алтын әшекейлерін 1929 жылы Эрмитажға алып кеткен. Фотографияларын алып реконструкция жасаған Жамбыл ағамыз Шортанды қаласының орталығынан ғұн патшайымның үлкен ескерткішін орнатқысы келетін арманын айтты. Мұражайдың 2-ші қабатында қазақ халқының кие тұтқан бұйымдары мен тарихта ата әйгілі болған адамдардың қолданған заттар екен. Шығыс Қазақстанды билеген Әлфейіз сұлтанның қылышы, Абылайхан әулетінің қолданған шіләпшін мен құмғаны, Кенесары ханның жиен жағынан келген ханның үзеңгісі, осы үзеңгіге байланысты балаларды қасиет қонсын деп үзеңгі астынан өткізу деген ырым жасап жатқанын айтты. Кенесарының ағасы Есенгелді батырдың ер тоқымы, еліктің мүйізінен жасаған қамшысы мұражайда жәдігер көп ақ. Профессор ағамыздың әр жәдігерді сүйсіне түсіндірген әңгімесінен соң Абақай жазығына жол тарттық. Жер тарихы жайлы Жамбыл аға Абылайхан ауылының қарияларынан естіген екен. Сақ дәуірінің ғибадатханасы, әрі хан қызы жерленген, әрі Абылайханның қоныс тепкен жері киелі саналып, шипа іздеген жандар түнеп кетеді екен. Ата-бабаларымызға Құран бағыштап, тілек тіледік. Абақай жазығы туралы толық мағлұматты Жамбыл Артықбаев ағамыздың Facebook парақшасынан біле аласыздар. Абақай жазығынан профессордың үйіне келгенде түс ауа бастаған еді. Ауласындағы киіз үйде буын бұрқыратып әкелген өзбек палауы мен самаурынның ыстық шайын ішіп, Жамбыл ағамыздың әңгімелеріне де қанықтық. Келесі баратын жеріміз Ботай Бурабай дала мұражайы. Бағдарлама бойынша ол жердің тарихын таныстырушы олар Дәлейұлы еді. Жақында Алқада Батухан кітабының тұсаукесерін жасаған. Мен ол іс-шараға бара алмағандықтан бағдарламаны көре салып, ол кісінің әңгімесін тыңдайтын болдым деп бірден турға жазылған едім.
өкінішке орай денсаулығына байланысты келе алмапты. Ботай дәуірі мәдениеті туралы алқа клубымыздың мүшесі Мейрамгүл Убайдулла қызы баяндап берді. Баспананы қалай салған? Жерден 1,5 метр төмендікте қазып, жоғарғы жағын кигіз үйдің төбесі сияқты шошақтау етіп, шаңырақтың орнын дөңгелек етіп ашық қылдырған екен. Сосын оларда жатын бөлме, ас бөлме, алқа кеңес құратын бөлме барлығы болған. Олардың барлығы ұзын дәліздер арқылы жалғасып тұр. Енді бұл бөлмелердің барлығының төбесі ашық. Неге дейсіз ғой? Себебі жаугершілік заман есіктен жаулап ететін болса, төбеден қашып шығу мүмкіндігі болған. Сыртынан қарасам, бұл баспаналар, шошақ баспаналар талай аумақты алып жатқан. Өйткені бұл бүкіл бір әулеттің қоныстанған жері. Жаңадан отау құрған жастарға сол ары қарай жалғастырып баспаналар салына берген екен. Ботай мәдениетін зерттеген археологтар бұл тайпалардың жылқыны алғаш қолға үйреткенін, қыш ыдыс жасағанын, жеркепе үйлерде тұрғанын анықтады. Ботай мәдениеті қазақ даласындағы өркениеттің ежелгі тарихын көрсететін маңызды мұра болып саналады. Келесі тоқтаған жеріміз Алқада Зейін Шашкиннің доктор Дарханов кітабын талдаған едік. Бұл Зейін Шашкиннің автобиографиялық шығармасы. Ол еңбек еткен Бармашино санаторийінің жанында болып, халқының денсаулығын, тұрмысын көтеруге көп еңбектенген жанның жүрген жерін аралап, фотосессия жасадық. Одан соң орман аралап, самаурынмен қайнатқан қаршығаның шайын ішіп, орнымыздан қозғалғанда сағат кешкі 8 болыпты. Бабалар ізімен жүріп тарихты түгендеген күн лезде өте шықты. Баға жетпес өте әсерлі күн болды. Этно-2 турды ұйымдастырып, профессор, ғалым, этнограф Жамбыл Артықбаев ағаның құнды әңгімелерін тыңдатып, дастарқандас еткен алқалық қыздарымыз Меруерт пен Динарға, олардың шашпауын көтеріп жүрген Оксана мен Мейрамгүлге, викториналық сұрақтардың жауабын үздіктердің бірі боп тауып отырған, кітап ұтып алған серіктесім Гүлбағда апайыма және тамаша күнді бірге өткізген барлық сапарластарыма, осы сапарға шығуыма ықпал еткен жарым Жәкеңе, бала-шағама шексіз алғысымды білдіремін. Меруерт, Динар, тарихты білгісі келетін саяхатшыларыңыз көбейіп, саяхаттарыңыз дами берсін. Көпшіліктің алғысын ала беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман болсын. Sağımdım sağlayım, bezim oylay. Ökülüm ay, şey, sağımdım sağlayım, bezim oylay.